Баршаңызға сәлем, қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай салқындағанда тер шығаратын, өте мөп-мөлдір, әп-әдемі тап-таза болып шығатын, дәмі сөзсіз керемет күріш сорпасын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен етімізді қайнатып, көбігін алып, пісіріп аламыз. Пісуге жақындаған сәтте сорпаға осындай картобымызды салып, қақпағын жауып, тағы да қайнатамыз. Енді бөлек ыдыстағы суымызға, көп мөлшердегі суға осындай бір кеседей ғана күрішімізді жуып тазалап салып, оны да тұз салып қайнатып аламыз. Бөлек қайнатамыз. Енді табамызға зажаркасын дайындаймыз. Осындай тоң майды қолдандым. Сіздер сұйық майды қолдансаңыздар да болады. Үстіне пияз салып сарғайғанша қуырып, оның үстіне қызанақты да салып бірге қуырып аламыз. Өзінің соғы шығып жұмсарғанша. Сонан соң болгар бұрышын қосамыз. Қалауыңызша сәбіз, басқа да көкөністерді қосып жіберсеңіз болады. Осылай бір келкі қуырылғанша 5 минуттай қуырып аламыз. Сонан соң осыны барлығын сорпамызға салып жібереміз. Сорпамыз өзінің әдемі қызыл реңін алады. Қақпағын жауып қайнатамыз. Осы уақытта 20 минутта біздің күрішіміз де пісіп дайын болады. Толықтай пісіріп аламыз және де осылай сүзгіден сүзіп аламыз. Бұл біздің сорпамыздың мөлдірі болып шығуының құпиясы болып табылады. Сорпамызға күрішімізді сүзіп саламыз. Және де бұрышымызды саламыз. Бұрышымызды көбірек сала берсек болады. Дәмі өте керемет үйлеседі. Қақпағын жауып, тағы 5-10 минут қайнатып аламыз. Етімізді турап салып, ең соңынан осылай біздің сорпамыз дайын болды. Мен сорпаға ешқандай тұз қосқан жоқпын, көргендеріңізде, себебі менің етім тұздалған ет болғандықтан. Егер де сіздің етіңіз тұздалмаған болса, міндетті түрде тұзын саласыздар. Дәміне қарай. Міне бетіне осылай әскөкті септім әдемілік үшін. Қараңыздар, өте әдемі және де дәмі керемет. Енді 2 порциясын ішіп алды. Енем мақтап және де салқындағанда өте керемет сорпа. Терлетіп, бойыңыздың салқынын алады. Егер сіздерге рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар және видеоға лайк басып қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.